Айнтрахт финалда Айнтрахт 0. Прости, если Айнтрахт 0. Араға 42 жыл салып алғашқы Еурокубогын жеңді. 79-80 жылғы УЕФА кубогының жеңімпаздары. Енді 21-22-де Еуропа лигасына топ жақ. Келесі маусымда олар Элчіда. Чемпиондардан жеңілді қуатық. 79-80. Алғашқы раундта Абердинді. Екінші раундта Динамо Бухаресті. Үште Фейнорд. Ширек финалда Зброевка. Жартылай финалда Бавария. Финалда Мюнхен Гладбах. Олардан таяқ жеді. Мына сәтте қызыл қағаз ба? Жауап бер. Алан Макгрегор Еурокубок финалында өнер көрсеткен. Жасы 40-тан асқан тарихтағы 3-ші футболшы. Ван дер Сар мен Джозефтен кейінгі. Откуда на Беларусь готовилось нападение? Алғашқы тайм тым-тырыс өтті. Ал екінші тайм до конца түрсі жыртылғанша төбелсеңіз. Туто қателігі, Соудың сәтсіз скидкасы. Арибоға гол сыйлады. Борре, қорғаушылардың қателігін жақсы пайдаланып таразбасын теңестірді. Мен ешкімді сүймеймін, ешкім ұнамайды, өтірік сезім болған мен енді қаламайды. Экстра таймда гол жоқ. Шешуші сәт пенальтиде. Пенальтиден қарабет болған Рэмзи. Арсеналдан сен кетсең де, Арсенал сенен кетпейді. Рэмзи финалда. Ойнады 3 минут. Допқа жанасты 2 рет. Пенальти орындай алмады. Зато жылына 7 миллион евро алады. Кевин Трап, Еуропа лигасы финалының үздік ойыншысы. 5 сейв жасап пенальти қайтарды. Даже Трапта Еурокубок бар. Ал оны қуып жіберген ПСЖ-да 0. Oui, PSG, chaque année c'est la même histoire. PSG. Златан ПСЖ-да. Кетті. Коман ПСЖ-да. Кетті. Силва ПСЖ-да. Кетті. Трап ПСЖ-да. Кетті. Короче, Еурокубок жеңгің келе ме? Онда ПСЖ-дан Сігіл. Айтпақшы, естеріңде ме? Айнтрахт Еуропа лигасын бұдан да ертерек жеңу керек еді. 2009 жылғы жартылай финалда Челсидан пенальти сериясына жол берді. Тағдыр дал жоғын қайтарды. Рейнджерс УЕФА кубогы немесе Еуропа лигасының финалында екінші рет жеңіліп отыр. 2008-де Зениттен, биыл Айнтрахттан. Финалда жеңу деген не, әке? Білмеймін балам, біз Рейнджерс жанкүйеріміз. Айнтрахттың финалға жорыға. Топтық кезең. Д тобы. Оппоненттері Фенербахче, Антверпен, Олимпиакос. Группадан бірінші орында шықты. Плей-оффта Реал Бетис. Ширек финалда Барселона. Жартылай финалда Уэст Хэм. Финалда Рейнджерс таяқ жеді. 44 миллион евро. Финалда негіз құрамда ойнаған ойыншылар үшін Айнтрахт осыншама ғана сумма жұмсаған. Кей клубтар үйрену керек, ақшаны қалай жұмсау керек деген. Айнтрахт соңғы 25 жылдықта УЕФА кубогы немесе Еуропа лигасын жеңген алғашқы неміс клубы. Жалпы неміс клубтары бұл турнирде 7 рет топ жарыпты. Тек Италия, Англия, Испания клубтары ғана жиірек жеңген. Босқа отырсың ғой, мен аяғымды қалап берші. Осылайша келесі маусымда Элчіға Германиядан сразу 5 клуб қатысады. Бавария Мюнхен, Боруссия Дортмунд, Байер Ливеркузен, Ред Булл Лейпциг, Айнтрахт Франкфурт. Трах, тебе-дох. Міне, Еуропа лигасының биылғы маусымы аяқталды. Ойларың жазыңдар. Алда Чемпиондар лигасының және Конференциялар лигасының финалдары бар. Кімдер жеңуі мүмкін? Жауап күтеміз. Келесі кездескенше. Сау. Шумайбек. Ампылдаш. Қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем. Ақталат маңдай тетерлеткен еңбектеп. Кел бері, қолыңды созмаған еңбектен тербеле, билесін көзгелер бұл битпен сөз берем.